Армысыздар, құрметті спорт жанкүйерлері. Футболдан жолдастық кездесу Астана және Спартак, Мәскеудің Спартак командасы арасындағы бәсекені тамашалаймыз. Бұл оқу-жаттығу жиыны. Астана командасы өзінің оқу-жаттығу жиынын бастады. Міне жаңа жылдағы алғашқы матчын өткізгелі отыр. Қарсыласы өте азулы команда, Мәскеудің Спартагы. 10 дүркін Ресей чемпионы, одан бөлек енді КСРО кезінде де даңқты команданың бірі болды одақтағы. Ал Астана Қазақстанның ең Рикардо Мангаш, 14 нөмір Менти Абяна, команданың жаттықтырушысы сербиялық маман Деян Станкович. Тамасов, Марин алыстан қақпаны көздеді, қақпашы қайтарды, бірақ қиналды біраз. Бұл допты қайтару үшін өте қауіпті соққы болды. Тура қақпаға қарай ұшты және бұл гол, құрметті жанкүйерлер. Алекса Аманович голдың авторы. Тамаша ұйымдастырылған стандарт. Есеп 1-0. Астана ойыншылар әрине қазір дән риза бұл шабуылдың. Қақпаға соққы және есеп теңесті 1-1. Қалай өткізіп қойды допты. Осыншама адам қорғаныста тұр, бірақ доп бәрібірде саңылау тапты. Өте қауіпті және автогол. Болмайтын 2 гол жіберді Астана. Түкке тұрмайтын шабуылдар еді ғой бұл. Бір керемет ұйымдастырып кетсе жарайды. Өкінбейсің. Мынау 2 голда өкінішті, өте өкінішті голдар. Кіруі тиіс емес голдар кіріп кетіп жатыр, қараңыздар. Қақпаға соққы және керемет соққы. Хесус Медина. Гол авторы. 1-3. Чондриш жанталаса секірді, бірақ үлгірмеді топқа. Спартак шабуылы, Зинкович. Қақпаға соққы, тағы бір гол. Тепкен доптың бәрі қақпаға кіріп жатыр. 1-4. Камара жақсы келе жатыр. Камара пас беріп үлгірді. Чинеду қақпаға соққы, бірақ тура қақпашыны көздеді. Джеффри Чинеду. Жап жақсақ келіп еді. Қараңыздар, Арман қалып қойды, міне жіберіп қойды. Көріп отырсыздар ғой. Ай. Биік тепті. Мүлдем үлгіріп жатқан жоқ Арман Кеңесов. Бапкер айғайлап жатыр. Ортадағы ойыншын жабу керек, міне 35-ті. Арман Кеңесов естіп тұр, бірақ жүгіруге шамасы жоқ. Спартактың жылдам қарсы шабуылы. Қаптал мүлдем ашық қалды. Ортаға пас. Қазір соққы болады. Керемет соққы, бірақ Чондриш допты ұстады. Болды. Финалдық ысқырық. Матч аяқталды. 1-4. Спартак жеңіске жетті. Астана енді жаңа жылдағы жаңа ойыны әлі біраз жұмыс істеу керектігі әрине белгілі. Осы ойыннан да қорытынды шығарады деп ойлаймын.